Келесі мысал, өзінің мәнін 307-ге арттырғанда және 192-ге кеміткенде квадратқа айналатын бүтін сан табыңыз деген. Біз ізделінді санда егерде біз x деп алсақ, осыған 307-ні қосқан кезде қандай да бір m квадрат болады дейді. Дәл осы x деген саннан 192-ні азайтқан кезде ол n квадрат деген. Яғни қандай да бір сан бар, соны арттырсақ, басқа бір санның квадраты болады. Алғашқы санды 192 кемітсек, ол тағы да басқа бір санның квадраты болып пайда болады екен. Осы сан тап дегізген. Енді осы жүйе құрып алып, бір-бірлерін азайтсақ, сол кезде бізде 499 тең болады m квадрат азайтылған n квадрат болады. Мына 499 дегеніміз бізде жай сан. Жай сан дегеніміз бірге және өзіне бөлінетін болады. Сонда 499 дегеніміз ол өзіне және бірге бөлінетін. Ал m квадрат азайтылған n квадрат дегеніміз m азайтылған n, m қосылған n деп жазылсақ. Енді m азайтылған n-ді бірге, m қосылған n-ді 499-ға теңестірсек, сонда бізде екі өрнек бір-біріне қосақ 2m тең болады 500-ге, m тең болады 250. Ал n тапсақ, айырымы 1 болады, бұл 249. Осындай сандар екен. Бізге алғашқы санды тап деген, яғни бізге x-ті тап деген. Ал x табу үшін мына жерде m-ді орнына апарып қоятын болсақ, сол кезде бізде x тең болады 250-дің квадратынан 60-таймын 307-ні. Сонда менде x тең болады 62193 деген сан. Бізге ізделген сан осы. Келесі есеп бізде a және b жиындар берілген. Олардың ішінде элементтері бар, әрқайсысына 9 элементтен 5 тақ 4 жұп, екеуінде де дәл сондай. a және b жиындарынан 2-2-ден дейді, яғни мынадан 2 алу керекпіз, мынадан 2 алу керекпіз. Кездейсоқ таңдалған 4 санның қосындысы жұп болу ықтималдылығы. Енді біз сондай жағдайларды бір алдымен көріп шығарық. Мысалы а жағдай дейтін болсақ, ол қандай болуы мүмкін? Жұп алсақ, олар қосын жұп болады. Сосын екінші b жиыннан оларды дәл сондай жұп болу керек. Егер жұп алған жағдайда екінші жиыннан тақ алсақ та, бұлардың барын қосындысы не болады бізде? Жұп болады. Енді біріншінен екеуінде тақ алсақ, мына жиыннан екеуінде жұп алған жағдайда қосындылары, тақ алған жағдайда адамда тақ алу керекпіз. Сосын егер тақ алып жұп алсақ, мына жақтан да тақ жұп. Осында 5 жағдай бар екен. Енді әрқайсысын жеке-жеке қарастырсақ, мынау а жиыны, мынау б жиын деген секілді, яғни а жиыннан 2 жұп аламыз. Сонда ол s4-тен 2 деген сөз. Оны көбейтемін. Б жиыннан да дәл сондай s4-тен 2. Сонда мына түрде жазсам, 4, 3, 2, 1. Бұлай қысқарып кетсе, 6 бөлген 6, 36. Мына жақта 36 оқиға бар екен. Енді бұны қарастырайын. А жиыннан 2 жұп. Жаңағыдай 4, 2. Көбейтем. Б жиыннан 2 тақ. Ол ден тақ элементтер сан 5, 5, 2. Мынадан жаңағыда өзіміз білеміз 6 шығады. Ал 5-тен 2 элемент қалады, одан 10 шығады. 6 10-ды өтетін болсам 60 болады. Содан а жиыннан 2 тақ алу керек. Бұл деген сөз 5-тен 2. Оны көбейтем. 4-те 2. Ар жақтан 10 көбейтем 6-ға. Тең болады менде қайтадан 60. Д жағдайы. Екеуі де тақ-тақтан болу керек. Сонда 5-те 2 көбейтем. 5-те 2. Бұлда 10 көбейтілген 10 болады. Тең болады 100-ге. 5-ші жағдай. Тақ жұп дейді. Ол деген сөз 5-те 1 көбейтем. 4-те 1. Бұлардан дәл сонда 5-те 1. 4-те 1. Сонда ана жерде 5, 4, 5, 4. Бұлардың көбейтіндісі маған 400 береді. Осылардың барлығын қосатын болса, менде 656 деген сөз. Жалпы неше оқиға бар екен біліп алу үшін, ол а жиында неше элемент бар еді? 9, 9-дан 2-ні аламын. Б жиында неше? Ол жерде 9-дан 2. Сонда мына жерде 9 көбейтілген 8 бөлінген 2 көбейтем. 9 көбейтілген 8 бөлінген 2. Бұларды қысқартсам 36 көбейтем 36. Сонда 1296 деген сан шығады. Бұл бізде екі жиыннан 2 саннан алған кездегі барлық оқиға. Ал қосындысы жұп болатын оқиға саны мынау. Енді біз ықтималдық тап дегеннен кейін екеуін қатынастырып жазамын. Сонда 656-ны 1296-ға бөлемін. Осы жерде 16-ға қысқартатын болса, мына жерде 41 қалады, мына жерде 81 қалады. Сонда бұл есепте бізге сұрап жатқанымыз осы жауап екен. Келесі есеп бізде
мынандай көпмүші берілген, осының екі түбірі бар дейді, нақты түбірі бар. Осының түбірлері келесі берілген көпмүшенің түбірлері бола алады дейді. Мына жерде квадраттық функция берілген, мына жерде кубтар желі. Енді бұл есеп шығарған кезде біз вет теоремасын қолданайық. Мысалға x1 қосылған x2, ол барлығымыз білеміз, минус b бөлінген a. Бізде минус пен минус бөліп кеткен кезде a 1-ге тең, сонда m-ге тең болады қосындысы. Ал x1 көбейтілген x2-міз ол c бөлінген a, ол 3-ге тең. Ол бірінші өрнегіміз бойынша оны жазып алдық. Енді екінші өрнегіміз куб дәрежелі болғаннан кейін оның да вет теоремасы бойынша бар. Мысалға x1 қосылған x2, ана айтқан секілді минус b бөлінген a. Ал оның бұл жақтағы b-мызда минус n болып тұр. Сонда біздегі оның жауабы n-ге тең болып тұр. Ал x1 көбейтілген x2 қосылған x1 көбейтілген x3, қосылған x2 көбейтілген x3. Ал бұл формула бойынша c бөлінген a. Біздегі есебімізде c-мыз ол 29-ға тең, a-мыз 1-ге тең, сонда нәтиже 29. Ал түбірлердің көбейтіндісі формула бойынша минус d бөлінген a. d дегенімізде мына жақта минус 12 болып тұр. Минус 12 мен минус кеткен кезде тек қана жауап не қалады? 12 қалады. Енді бірінші өрнектегі x1 мен x2 көбейтілген 3-ке тең. Соны мына жерге әкеп қойсақ, онда 3 көбейтілген x3 тең болады 12. Сонда x3-міз неге тең? 4-ке тең. Енді бұл өрнекті мына жерге әкеп қояйық. x1 көбейтілген x2-міз ол 3-ке тең. Міне 3 қосамын. Мына жерлерден x3-ті жақшаның сыртына шығаратын болсам, x3 деген ол 4 жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның ішіне не қалады? x1 қосылған x2 тең болады нешеге? 29-ға. А мынау неге тең болып тұр? Өрнегіміз бойынша m-ге тең болып тұр. Сонда 3 қосылған 4m тең болады 29-ға. Ол жақтан m-ді тауып алып, тең болады 6,5-ға. Енді бізде мына өрнек бойынша x1 қосу x2, x1 мен x2-нің қосындысы ол мұнда m-ге тең. m дегеніміз жаңа 6,5-ға тең. Сонда орындарына қоятын болсам менде 6,5 қосам x3 деген ол 4-ге тең. Тең болады n-ге. n осы жерде бізде 10,5-ге тең. n-ді тауып алдық 10,5, m-ді тауып алдық 6,5. Енді бізде сұрақ бойынша n мен m-нің қосындысын тап дейді. Ол деген сөз 10,5-ға 6,5-ды қосатын болсам менде 17 деген өрнек шығады. Бұл есепте ізделінді 17-ге тең екен. Келесі есеп бізде теңсіздік берілген. Модулі бар теңсіздік. Модулі бар теңсіздікті шығару үшін модулдің ішінде өрнекті 0-ге теңестіреміз. Яғни x азайтылған 5 0-ге теңестірсек, x тең 5-ге. Енді таңбасы x тең 5. 5-тің сол жағы теріс таңбамен, оң жағы оң таңбамен. Енді оны 1, 2 деп алдық, қазір оны шығарамыз. Бірінші жағдай. Модулдің алдында таңба теріс болған жағдайда. Біз мұнда қараңыз. Модулдің алдында минус, ал мына 2 минус 2 плюс болады, мына плюс. X азайтылған 5-ті бірден a деп белгілеп алдық. Сонда 19 бөлінген 3 қосылған a үлкен немесе тең мына жақ. Ол x азайтылған 5-нің квадраты. Қосылған 3 модульде x азайтылған 5 қосылған 9. Енді x азайтылған 5 a деп алса, ол a квадрат болады. Мына жерде модульдің алдында таңба оң еді. Біз теріс таңбамен ашып жатқаннан кейін таңбасы өзгереді. 3 мынауымыз a болады, сонда 3a қосылған 9. Мына өрнекті теңсіздіктің сол жағына шығарып ортақ бөлім береміз. Сол кезде 19 міне азайтылған a қосылған 3 ортақ бөлім бердік. Бөлімде a қосылған 3 үлкен немесе тең 0-ден. Мына өрнек бізде a куб қосылған b куб формуласына келеді. a деп отырғанымыз кейін a болса, b деп отырғанымыз 3. Сонда a куб дегеніміз міне 3-ның a-ның кубы. Одан кейін b куб дегеніміз міне 3-ның кубы. Екеуінің таңбасы арасында қосу болады, бірақ жақшаның алдында минус, оны минусқа айналдырады. Сол кезде минус a куб минус 8 болды. Бөлімде a қосылған 3. Мына жерде мен минусқа көбейттім. Сол кезде минус a куб дегенім таңбасы 10 болды. a куб болды, минус 8 дегенім плюс 8 болды. Енді мұндағы теңсіздің баны үлкен еді, қазір кіші болды. a куб қосылған 8 дегенді мына түрде жаздық. Яғни a қосылған 2, келесі шақшада a квадрат азайтылған 2 қосылған 4 формула бойынша. Бөлімде a қосылған 3 кішіне тең 0-ден. Енді a деп отырғанымыз бағана x азайтылған 5 еді. Барлық a-ның орнына қойған кезде мендегі өрнегім x азайтылған 3, келесі шақшам x квадрат азайтылған 2 қосылған 39. Бөлшектің бөлімінде x азайтылған 2 кішіне тең 0-ден. Енді екінші жағдайды қарастырайық, ол 5-тің оң жағы. Яғни 5-тен плюс x кейін модулінің таңбасы оң таңбамен. Енді мына жердегі x азайтылған 5 модульде осының алдында таңба плюс болу керек. Мына жерде минус, сол күйінде қалады бағанағыдай. Яғни 3 азайтылған a, алымда 19, үлкен немесе тең міне a квадрат қосылған 3 қосылған 9. Жаңағыдай сол жаққа шығарып ортақ бөлім беріп ықшамдаған кезде бізде мынандай күйге келді. a куб азайтылған 8 бөлімінде a азайтылған 3. Енді 3 азайтылған a еді, минусқа көбейттік, теңсіздігіміз өзгерді міне, үлкен еді, қазір кіші болды.
мына жерде де аның орнына көбейткіштерге жіктеп аның орнына x минус 5-ті қойған кезде бізде мына түрдегі өрнек шықты. X азайтылған 7 бірінші ашамыз, келесі ашамыз x квадрат азайт 8x қосылған 9. Бұл жердің бөлімде x азайтылған 8 кіші немесе тең 0-ден. Бағанағыдай 0-ге теңестірген кезде мына жерде 7, мына жерде 8-дің ғана мәндері болады. Ал мына тұрған өрнектің дискриминанты 0-ден кіші болғаннан кейін алмаймыз. Сан сәулесін салған кезде мына түрде 8-іміз ашық күйде, 7-іміз боялған күйде. Қарастырып жатқан аралығымыз 5-тен плюс x-ке дейін. Біздің түбірлеріміз 7 мен 8, x-тардың таңбалары плюс болады, міне плюс минус плюс. Тағы да кіші аралық алғанда екеуінің арасы шықты. Сонда 7 мен 8-дің арасы. Бұл біз қарастырып жатқан аралықтың ішінде де бар екен. Енді жауаптарын біріктірейік. Сонда біріншінің жауабы 2-ден 3-ге дейін болды, екінші жауабы 7-ден 8-ге дейін болды. Сонда біз мына түрде жаза алады екенбіз. Келесі теңдеу шешіңіз логарифмге байланысты теңдеу берілген. Ондық логарифм араларына қосу. Логарифм негізде логарифм қасиеттері бойынша егер қосу болатын болса, ол логарифм өрнектері көбейтіледі. Әуелі бұл оны жазбастан бұрын біз логарифм анықтау облысын тауып алайық. Жеке-жеке. Мына өрнек оң болғанын қарастырмаймыз. Көшектің бөлімінде 3-тен 1. 3-тен 1. X алда минус болған үшін минус, мына жағымыз плюс 0-ден үлкен болу керек. Анықтау облысын 3-тен 1-ге дейін. Келесінде мына жақта 3-тен 1, мына жақта 1. X алда плюс, минус плюс 0-ден үлкен, мына аралық. Екеуіне де бірдей аралық. Минус x-тен 3-тен 1-ге дейін. X-іміз осы аралықтарға тиесілі. 3 сан геометриялық прогрессия құрайды дейді. Келесі есеп. 3 сан геометриялық прогрессия құрайды. Ал егер 3-ші саны 4 шегерсек, арифметикалық прогрессия. Ал егер арифметикалық прогрессияның екінші және үшінші мүшелеріне бір шегерсек, онда қайтадан геометриялық прогрессия болады дейді. Біз оларды әуелі былай жазып алайық. Мысалға А, Б, С болсын. Бұл берілген геометриялық прогрессия. А, Б, С азайтылған 4. Бұл арифметикалық прогрессия. Ал енді одан кейін А, сосын Б азайтылған 1, С азайтылған тағы да 1 болған кезде мына жағымыз азайтылған 5 болады. Бұл қайта геометриялық прогрессия болады дейді. Енді онда осы сандарды табыңыз дейді. Енді арифметикалық орта, геометриялық орта формулаларын қолданайық. Мына жағдайда бізде А мен С-ны көбейткен соң Б квадратқа тең болады. Мына жерде А қосылған С азайтылған 4 ол 2Б-ға тең болады. Мына жерде А-ны С азайтылған 5-ке көбейткенімде Б азайтылған 1-дің квадраты болады. Енді мына тұрған үшінші өрнекті мен ашатын болсам, АС азайтылған 5А тең болады Б квадрат азайтылған 2Б қосылған 1. Бірінші өрнекте көріп отқандай А мен С көбейтілген Б квадрат болды. Сонда мына өрнегіміз, мына жағымыз қысқарады деген сөз. А мен Б-ның орнын алмастырайын, сол кезде 2Б тең болады 5А қосылған 1. Бұл бізде бір өрнектің мәні. Енді бұл өрнекті мына жерге алып келіп қойсам, сонда менде шығады А қосылған С азайтылған 4 тең болады 5А қосылған 1-ге. С-ны қалдырсам, А-ны азайтам сөйт 4А болады, қосылған 5 болады. Бұл С-ның мәні. Енді бұлардың барлығын бірінші өрнекке апарып қояйын. Енді С-ның орнынан 4А қосылған 5-ті қойсам, А күйінде қалсын. Бұның орнына енді мына жерде бұның орнына барлығын 2-ге бөліп тастаймын. Сол кезде менде мынандай өрнек қалады. 5А қосылған 1 бөлінген 2. Осының квадраты енді. Жақшаны ашқан кезде менде 4А квадрат қосылған 5А тең болады. Мына 4-тен 1 болып былай жазайын. 25А квадрат қосылған 10А қосылған 1. 4-ті мұнда көбейтетін болсам, менде болады сол кезде 16А квадрат қосылған 20А тең болады 25А квадрат қосылған 10А қосылған 1-ге. Қашамдаған кезде 9А квадрат азайтылған 10А қосылған 1 тең болады 0-ге. Бұндай жағдайда А-ның 2 мәні шығады. А тең болады 1-ге. А тең болады 9-дан 1-ге. А 1-ге тең болған кезде Б 3-ге, С 9-ға тең болады. Ал 9-дан 1-ге тең болған кезде менде Б 9-дан 7, ал С 9-дан 49 деген өрнекке ие болады. Сонда бізге ізделінді өрнектеріміз, ізделінген сандарымыз осылар екен. Келесі есеп теңдеулер жүйесі берілген бізде. Ол жүйеде бірінші өрнегіміз синус y-ге байланысты, ал екінші өрнегіміз түп арасында x және де косинус y. Біз бұл есеп шығарған кезде бірінші өрнектен синус y тауып алсақ болады. Мысалы, мынаны бір А десек, мына тұрған өрнегім А квадрат болады. Сонда 2А квадрат қосылған шыға азайтылған 2 тең болады 0-ге. Бұл жерде бізде А тең болады минус 2-ге, А тең болады 2-ден 1 деген 2 мән шығады.
мәндер жиына байланысты біз минус 2 деген мәнді қабылдамаймыз, 2-ден 1 деген мәнді қабылдаймыз. Енді 2-ден 1 синус қай кезде болады, біз оны біліп алайық. 2-ден 1 дегеніміз мына бір y-тің бойынан алсақ, мына бір жеріміз ол пи бөлінген 6. Қосылған 2 пика, яғни дәл осы бұрыш қайталану үшін 2 пиканы қосам, ал келесі екінші ширектегі мән ол 5 пи бөлінген 6 болады. Дәл осы мән қайталану үшін менде 2 пиканы мен қосам. Енді бұл бірінші ширекте орналасқан пи бөлінген 6 ол 30 градус, екінші ширекте 150 градус. Енді бұл осы өрнек мәнін, градустық мәнін косинус y апарып қоямын. Ол кезде бізде косинус пи бөлінген 6-да ол болады менде түбірасты 3 бөлінген 2. Косинус 5 пи бөлінген 6-да ол болады менде минус түбірасты 3 бөлінген 2. Мына 2 түбірасты 3 бөлінген 2 деген мәнді орнына қойған кезде менде иррационал өрнегінің теріс санға тең болады да. Ол жерде бізде теңдеуіміз қанағаттандырылмайды. Тек біз мына жайтты ғана қарастырамыз. Сонда мынаны орнына апарып қоясам, түбірасына x квадрат азайтылған x азайтылған болады. 4 көбейтілген түбірасына 3 бөлінген 2 тең болады 0-ге. X квадрат азайтылған x тең болады 2 түбірасында 3 квадраттаған кезде x квадрат азайтылған x тең болады 12-ге. Бір жаққа шығарса x квадрат азайтылған x азайтылған 12 тең болады 0-ге. Бұл жағдайда x мәнін табатын болсам x тең болады менде минус 3-ге. X тең болады 4-ге. Енді мына x-қа байланысты 2 мән пайда болды. Бұл қай кезде? Мына, яғни y тең 150 градус болған кезде. Енді жауабын жазған кезде біз былай жазамыз. X тең болады минус 3-ге. Бұл жағдайда y тең болады 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пика. X тең болады 4-ге. Бұл жағдайда y-імізде дәл сол градустық мәнді қабылдайды. Біздің ізделінді мәніміз осы екеуі. Келесі есеп бізде қуаттары бірде екі қозғалтқыш берілген. Біреуі қандай да бір сағат жұмыс жасап 300 грамм бензин жұмсаған, ал екіншісі біріншісіне қарағанда 2 сағатқа аз жұмыс жасап, жалпы 192 грамм бензинді жұмсаған. Егер бірінші қозғалтқыш сағатына екінші секілді, ал екіншісі бірінші секілді жұмыс жасаса, онда олардың жұмсаған бензиндері бірдей болады деді. Енді бұны теңдеу ретінде алып қарайтын болсақ, мына бірінші қозғалтқыш сағатына x бензин жұмсасын, x грамм. Қай уақытта білмейміз, той уақытта. Екіншісі ол y грамм бензин жұмсасын, енді жаңаға та азайтылған 2, яғни біріншісіне қарағанда 2 сағатқа кем уақыт жұмыс жасады. Енді осы жерде осындай теңдеулер бар. Мысалға, сағатына неше грамм жұмсайды, біз білмейміз x, одан кейін сағат грамм бензин, олардың көбейтіндісі 300 граммға тең болып тұр. Екінші қозғалтқыштың жұмсаған уақыты жұмсалған бензиннің граммы. Енді мына жерде сағатына неше грамм жұмсайтын тауып алсақ, x тең болады 300 бөлінген та, y тең болады 192 бөлінген та азайтылған 2. Енді есеп мына жердегі қосымша шарты бойынша, егер бірінші қозғалтқыш сағатына екінші секілді, ал екінші бірінші секілді дейді, міне бірінші қозғалтқыш, мынау екінші қозғалтқыштың жұмсаған уақыты. Мынау екінші қозғалтқыш, мынау бірінші қозғалтқыштың жұмсаған уақыты. Осы екеуінің несі көбейтіндісі, олардың яғни бензиндері бірдей дейді, яғни теңестірдік. Осы теңдеуді алғашқы екі теңдеулер жүйесін мына жерге алып кетіп қоятын болсақ, онда мына x-ның орнына мынаны қойдық, та азайтылған 2, y-ның орнына қойдық, та. Осы жерде ортақ бөлім беріп, барлық ықшамдаған кезде бізде мынандай бір квадрат теңдеу шығады. 9 квадрат азайтылған 100 қосылған 100 тең болады 0-ге. Осы жерден t-лар табатын болсақ, мына бір та тең 10-ға, та тең 10 бөлінген 9-ға. Мына жерде 10 бөлінген 9-ды біз ала алмаймыз, себебі мына жерде та азайтылған 2 деген бар. Енді та деген уақытымыз 2-ден көп болу керек. Теріс сан болып. Енді мына тұрған 10-ды апарып x-тардың орындарына апарып қойсақ, яғни мына жерде қараңыз, енді сағатына жұмсаған бензинді неше уақыт? Т уақыт. Енді т-ның орнына мына 10-ды апарып қойдық, сонда бірінші қозғалтқыш сағатына 30 грамм бензин жұмсайды. Екінші қозғалтқыш т-ны апарып мына жерге қойған кезде 10 азайтылған 2 ол 8 болады. 192 8-ге бөлетін болса 24. Яғни екінші қозғалтқыш сағатына 24 грамм бензин. Біз сұрақтың несі бойынша, берілуі бойынша екеуі жеке-жеке табу керек, және де олардың жалпы жұмсаған та. Ол үшін біз не істейміз? Екеуін қоссам 30-ға 24 қосамыз, сонда бізде 54 грамм бензин жұмсалды. Келесі есепменде bx деген көмекші берілген. Оны x квадрат азайтылған 6x қосылған 9-ға бөлген кезде бүтін бөлігі qx қалдық x минус 10 болады дейді. Ондай жағдайда мен былай жаза аламын. bx тең болады x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 көбейтілген qx қосылған x минус 10. Бүтін бөлігі qx. Мына бөлігінде қалдық мынау. Қалдықты біз білеміз, қосамыз. Енді qx-ның өзін x плюс 6-ға бөлген кезде қандай бір бүтін бөлік болады, қалдық 3 болады. Яғни x плюс 6-ға бөлгенде x деген бір бүтін болса, қалдық қанша 3.
Енді жалпы мен bx дегенді жазатын болсам, x квадрат азайтылған 6x қосылған 9. Енді мынау qx-ның орнына мынаны барлығын әкелсем, сонда x қосылған 6 көбейтілген ax қосылған 3 болады. Қосылған x минус 10. Шашаны ашырсем, x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 x плюс 6 көбейтілген ax қосам 3-ні көбейтем, сонда 3 x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 қосылған x минус 10. Енді мынаны жақшаны ашып жерген кезде менде мына өрнекке тең болады. bx тең, сонда x куб азайтылған 27x қосылған 54 көбейтілген ax қосылған, мына жақты жақшаны ашатын болсам 3x квадрат азайтылған 18x, ана қосылғанда минус 17x болады. Мына мен мынаны көбейтетін 27, одан алсам 17 болады. Қосылған 17. Анда бір өрнек шығады. Енді өрнекте айтқан bx-ті мынаған бөлгенде қандай да бір қалдық қалады. Бұл қалдамыз міне. Неге бұл қалдық болады? Өйткені бұл өрнегіміз мынадан кіші. Енді осы өрнегіміз kx болып тұр. Сонда kx деген өрнегім 3x квадрат азайтылған 17x қосылған 17 болып тұр. Енді маған бұл kx болса, x-ның орнына минус 2-ні қой дейді. Сонда минус 2-ні қойған кезде 3 көбейтілген минус 2-ның квадраты ана 2 қосылып кетеді, 34 қосылған 17. 2-ның квадраты 4 болады, 4-ті 3 көбейтетін болсам 12, барлығын қосатын болсам менде 63. Сонда менде қалдық 63 екен. Келесі бізде интегралдаңыз деген, мынандай бір күрделі функция берілген. Туындылап x орнына қою керек. Енді мына жерде мынандай бір функция бар, сосын оған екінші бір функция көбейтілген. Енді былай айтқан кезде ол көбейтілген функцияның туындысы біз білеміз. O' қосылған f' O деген секілді. Енді бұл өрнектерді өзара жеке-жеке жазып алайық. Ол қалай? 3 көбейтілген x дәрежеде ln x-ті мен y деп алсам, x ln x тең болады y бөлінген 3-ке. Енді осы өрнекке екі жағында не ln аламыз. Сонда ln x дәрежеде ln x тең болады ln y бөлінген 3-ке. Логарифм қасиеті бойынша алдына өтеді. Сонда ln квадрат x. ln квадрат x тең болады ln y бөлінген 3-ке. Енді осы өрнекті екі жағынан не істейміз? Туындаламыз. Туындалған кезде менде мына жақта 2 көбейтілген ln x көбейтілген 1 бөлінген x шығады. Тең мына жақта ln-ның туындысы бойынша 1 бөлінген болады. Ол кезде ол орын аудармаса 3 бөлінген y болады. Бұны көбейтем. Енді мына жерде y бөлінген 3 болады. 3-тер кетеді. Y мұнда пропорциямен көбейту болып барған кезде y-ның орнына өз мәнін қоямыз. Мына y дегеніміз мына жақта тұр еді. Орнына апарып қоямыз. Сонда мына жерде мынандай бір өрнек қалады. 2 бөлінген x ln x. Осын біз көбейтіп жатырмыз y-ге. Y көбейтілген кезде 3 көбейтілген x дәрежеде ln x тең болады. Неге? Y штрихқа. Бұл бізге қазір керек болады. Бұл бірінші өрнектің туындысы деген сөз. Бұл мынаның орнына түседі. Қазір екінші өрнекті жазып алайық біз. Екінші өрнегіміз ол e-ның x квадрат дәрежесі. Бұны мен т деп ала салайын. Екі жағында жаңағыдай натурал логарифм алған кезде x квадрат алдына өтеді, x квадрат. Ал ln e деген ол 1 болып кетеді. Тең болады ln т-ға. Екі жағында туындалаған кезде 2x тең болады т' бөлінген т. Т-ны мұнда көбейтеміз. Ал т деп отырғанымыз мына бір өрнек. Сонда т' тең болады 2x көбейтілген т. Т-ның орнына мен алып келіп e-ның x квадратын қоямын. Мынандай бір өрнек пайда болды. Бұл деген сөз екінші өрнектің туындысы, ол мына жерге келіп түседі деген сөз. Ең барлығын өз орындарына қояйық. Енді бірінші U', U'-ның орнына жаңағы өрнекті қоямын. 2 бөлінген x көбейтілген ln x көбейтілген 3 көбейтілген x дәрежеде ln x. Бұны көбейтемін v-ға. V дегеніміз бастапқы e-ның x квадрат дәрежесі. Қосамын v' тең жағына тапқанымыз 2x e-ның x квадрат дәрежесі көбейтем u дегенім 3x-ның дәрежеде ln x. Енді бізде x-ның орнын e-мен алмастыр дейді. Сонда есептің шарты бойынша бізде туындысын тауып x-ның орнына e қой деген. Сонда біз туындысын қазір таптық мына жерде. Енді осы жерде x-ның орнына e-ні қойып шығамыз. Сонда біз мынандай мән шығады. 2 бөлінген e көбейтем. Мынаның орнын e-мен алмастырған кезде ол 1-ге тең болады. Керек емес. Мынаның орнын e-мен алмастырған кезде 1 болады. Керек емес. Сонда көбейтемін 3e қалады. Көбейтемін e, ол өзінде e-ның квадраты. Қосамын 2 көбейтілген e. Көбейтемін e-ның e квадраты. Көбейтем 3 көбейтемін
е, мынаның орнына ені қойған кезде менде өрнегім бірге тең болады, ара керек емес. Енді мына жерде мына тұрған е мен мына тұрған е кетеді. Сонда 6 көбейтілген енің дәрежеде е квадраты қосамын. Мына жерде 2 мен 3 көбейтіледі, 6 болады. 6 көбейтілген е квадрат көбейтілген енің дәрежеде е квадраты. Мына жерде қарап отырсақ 6 е дәрежеде е квадрат, 6 е дәрежеде е квадрат ұқсас. Осыны шашқан сыртына шығарған кезде 6 көбейтілген енің дәрежеде е квадраты шашқан ішінде 1 қосылған е квадрат деген өрнегіміз қалады. Сонда бізге ізденімді жауабымыз осы екен. Келесі есепте ABC үшбұрыш берілген, оның төбелері А төбесі координатасы 3-2, Б төбесі 1-2, С төбесінің координатасы белгісіз, бізге осыны тауып керек, бірақ С төбесінің координатасы мына түздің бойында жатыр екен. Бізге берілген үшбұрыштың ауданы 12 болса, онда С төбесінің координаталарын табыңыз дейді. Мұндай үшбұрышқа байланысты мынандай бір формула бар. Үшбұрыштың ауданын олардың координаталары арқылы табуға болады. Енді біз А төбесінің координаталарын жазбасақ, Б-нікі, С-нікі. Енді А дегеніміз ол x1 мен y1, Б дегеніміз x2 мен y2, С дегеніміз x3 мен y3. Енді С төбесінің координаталарын біз мына түзуге байланысты жазып қойдық. Мысалға, x-ның орнына x0-ды қойған кезде бізде y0 шығады, сол үшін мына жерде x0 болса, y0-дің орнына мына минус x0 азайтылған 4 деген секілді осы жазып қойдық. Енді бізге үшбұрыштың ауданы белгілі 12 екенін формулаға саламыз. Мына формуланы жерге жазып қойдық. S-ның орнына 12-ні жаздық. Одан кейін 2-ден 1. x1 шашқан ішінде y2 мен y3-ның айырымы, бірақ жерде формула бойынша минус болғанымен y3-ның координатасының барлығы минус болып тұр. Сол үшін мына жақтағы x0 мен 4-дің алдындағы таңбамыз плюс болды. Одан кейін қосылған x2. x2-міз бізде мұндағы x2-міз 1-ге тең. y3 пен y1-дің айырымы ретінде жаздық. Одан кейін x3-міз ол бізде белгісіз x0. y1 мен y2-міз жаздық ол жерге. Енді барлығын жазып алғаннан кейін жақшаларды ашып ықшамдайтын болсақ, бізде 3x0 қосылған 6, азайтылған x0, азайтылған 6, қосылған 4x0 деген өрнегіміз қалады екен. Енді мұндағы тұрған плюс 6 мен минус 6 екеуі жойылады. Ал тек қана x-ке қатысты өрнектеріміз қалады екен. Осы x0-ге қатысты өрнектерді жинақтасақ, 6x0 тең болып тұр бізде 24. 24 ол мұндағы 2 мен мына жақтағы 12-нің көбейтіндісіне шығады. Сосын модульдің таңбасы бойынша біз білеміз, біреуін оң таңбамен, келесін теріс таңбамен ашатын болсақ, x0-міз мұнда 4-ке, x0-міз мұнда минус 4-ке тең екен. Енді осы екі өрнекті жеке-жеке қойып шығатын болсақ, мына жердегі мәнге, мысалға мына y-те минус x азайтылған 4 деген жерге x0-дің орнына жаңа тапқан 4-мізді алып келіп қоятын болсақ, минус 4 минус 4 ол болады бізде минус 8. Мына жерде мына екінші өрнектен x0-міз минус 4 шығады. Енді x0-дің орнына апарып қойғанда 2 минус 2 плюс болады да, 4 азайтылған 4 болады, ол 0 болады. Сонда біз С нүктесінің координатасы егер x-ның орнына 4 қойған жағдайда y-міз минус 8-ге тең, ал x-ның орнына минус 4 қойған кезде y-міз 0 деген осындай екі нүктесі пайда болады екен. Келесі есеп бізде ABC тікбұрышты үшбұрыш берілген. С төбесі тікбұрышына сол гипотенузаға биіктік түскен С деп. Енді біз оны былай жазып қойдық. Тік болып тұрған бұрышты төбесіне қойып, осы жақтан гипотенузаға биіктік түсірдік. Міне С. Енді өзіміз көріп отырғандай мынандай бір екі үшбұрыш пайда болды. Осы үшбұрыштардың ішіне шеңбер сызылған, міне біреуі, міне екіншісі. Сызылған шеңберлердің радиустары берілген, біреуі 2, біреуі 1,5. Жазып қойдық, мына 2, 1,5 деп. Енді қарап болсақ, мынау пайда болған АЦД немесе СБД немесе үлкен АБЦ үшбұрыштар, бұлар өзара ұқсас үшбұрыштар. Неге десек, бір бұрышы 90 болса, кез келген бір бұрышын бета десек, біреуін альфа десек, мысалға. Енді мына жерде біз СДА деген үшбұрышымыз пайда болды ғой. Енді бір бұрышы альфа, енді бір бұрышы мына жерде 90. Келесі бұрыш бета болады. Ал енді келесі мына жерде СДБ деген үшбұрышты қарастырсақ, ол жерде бета бар, 90 бар, одан кейін барып өздерінде немесе үшінші бір бұрышымыз альфа болады. Қысқасы үшеуі үшбұрыш, өзара ұқсас үшбұрыш. Енді біз бұл жерде білеміз, А-ның А1-ге, Б-ның Б1-ге деген секілді қабырғалардың қатынастары қандай да бір к-ны береді. R1-дің R2-ге қатынасы, R1 дегеніміз радиусы 2 болатын шеңберді алсақ, сонда 2-ның 1,5 қатынасы, ол 4-ның 3-ге қатынасы. Ол бізде мына жақта жоғарғы АЦ қабырғасы мен СБ қабырғасының қатынасы дегенді алсақ болады. Міне АЦ мен СБ-ның қатынасы ол неге тең бізде? 4-ның 3-ге қатынасы тең.
қараңыздар, сонда АС деген мына жердегі АС қабырғасын мен 4А деп, СП қабырғасын 3А деп алсам, енді біз білеміз Пифагор арқылы мына жерде 3, 4 гипотенуза не болады, 5 болады. Сонда гипотенузаны мен 5А деймін. Енді С-да биіктік түсірілген қайда гипотенуза. Біз осы жерден мынаны пайдалансақ болады. Яғни екі катеттің көбейтіндісі ол гипотенузаға түскен биіктік пен гипотенузаның көбейтіндісі, олар өзара тең. Сонда бізде С-да қабырғамыз ол 2А-ға тең екен. Сұрақтың өзі сол бізде. С-да биіктігін ұзындығын тап. Бірақ бізде әлі мына жерде белгісіз А деген коэффициент бар. Енді біз кез келген бір үшбұрышты алайық. Мысалға мына жердегі АСД деген үшбұрышты алсақ, оның іштей несі шеңбер сызылған, оның радиусы 2, гипотенуза рөлін атқарып отырған қабырғаның ұзындығы 4, бір катеті 2,4. Енді мынау А-да, оны Пифагор арқылы тауып алатын болсақ, мына жеріміз 3А деген қабырғаның ұзындығы шығады. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусын табу формуласын біз жақсы білеміз. Екі катетін қосып, гипотенузаны азайтып, оларды 2-ге бөлетін болсақ, ол іштей сызылған шеңбердің радиусы. Енді катеттерін қосатын болсақ, бізде 5,6, одан 4 азайтатын болсақ 1,6 болады. 2-ні мұнда көбейтетін болсақ 4. Осы жерден А-ны тауып алатын болсақ, А дегеніміз 2,5 шығады. Енді бізге ізделінді С-д деген қабырғасы 2,4, А деген А-ның орнына 2,5-ны апарып қойсақ, міне 2,4 2,5 бөлсек, С-д тең болады нешеге? Бізде 6 см. Сонда ізделінді биіктігіміз 6 см. Келесі есеп бізде табаны АБЦ-да болатын дұрыс төртбұрышты пирамида берілген. Енді мынау АБТ деген үшбұрышымыз бізде тең қабырғалы үшбұрыш деген. Сонда тең қабырғалы болатын болса, АБ 6-ға тең болатын болса, мына жерімізде нешеге тең? 3-ке тең болады. Мынау БТ толықтай 6-ға тең. Осы жерде жалпы 6 болатын тең қабырғалы үшбұрыш. Бізде сұрап жатыр мына жерде тұрған EF ұзындығы. Енді бұл есеп шығарған кезде мына жеріміз 2 болса, біз қалған қабырғаны TF қабырғамызды білеміз 4-ке тең екенін. А-дан С-ға дейін гипотенуза жүргізетін болсақ, бұл жерде бізде 6 турасын 2 шығады. Неге? Өйткені табан дұрыс, мына жағымыз 6 болған гипотенуза. Ең қарап отырсам, мына жағымыз 2, 4 қоссақ 6. Қандай да бір үшінші қабырғасы 6 турасы 2 болған кезде, мынау Т төбесі де былай айтқан кезде мына жерде пайда болатын АТЦ деген үшбұрыш, Т төбесі 90. Сонда мына жерде бізде кішігірім не шыға салды? Тікбұрышты үшбұрыш. Мына жағымыз Т төбесі 90, мына жағымыз 3, мына жағымыз 4. Енді гипотенуза ол біз барлығын білеміз 5-ке. Сонда мына есептің жауабы 5 екен.